аңсаған сәби бағдарламасы қазір қарқынды дамып келе жатыр. Тегін эко жасауға емделушілерімізге үлкен республика бойынша ғой? Қазақстан Республикасы бойынша беріліп жатыр. Соның арқасында қазір көптеген сәбилеріміз дүниеге келіп жатыр. Қазіргі таңда бедеуліктің ең тиімді емдерінің бірі ол осы эко бағдарламасы болып табылады. Ертерек келсе, экосыз да табиғи жолмен көтеруге біз әрқашанда көмектесеміз. Ол бірден эко әдісін ұсына бермейміз ғой. Ең жоғарғы санаты білімді хирургтарымыз Жакупов Данияр Валихановичті алсақ, бүткіл Қазақстан елінде емес, Азия, Ресей мемлекеттеріне де көп танылған, себебі өте шебер хирург, күрделі операциялар жүргізеді. Үлкен миомаларды ішті, мысалы, біз айтамыз, лапаротомдық жүргізбей, лапароскопия арқылы, кішкентай міне тесу арқылы бізде операцияны жүргізіп, органа сохраняющий дейді, мысалы, ағзаны қалдыру, сақтап қалу, сақтай отыра, сондай үлкен күрделі операциялар жүргізіп, кейін емделушілеріміз өзі көтеріп, немесе экоға бізге жүгініп, сәбилі болып жатқан жандарымыз аз емес. Қазіргі таңда енді ондай сұрақ туындайды ғой. Мысалы, жатырын алып тастауға дейін ұсыныс береді ондай жағдайда, үлкен жатыр миомасы кездескен кезде. Бұндай жағдайда жатырда аман алып қалу мәселесі, репродуктивті функциясын әрі қарай не істеу, жақсартып қана қоймай, сол пациентке үміт отын ояту. Сәбилі бола аласыз, ол емге келеді, миоманы алып тастағаннан кейін өзіңіз табиғи жол болмаса да эко арқылы көтере аласыз деген мысалы баға беруге болады. Хирургтарымызға, эмбриологтарымыздың арқасында міне кішкентай ғана клеткадан қазір балаларымызды көріп қуанып отырамыз. Және де біздің орталығымыз институт болғандықтан басқа шетелдік мемлекеттерден дәрігерлерді оқытамыз. Яғни тәжірибемізбен алмасып, эмбриология саласы бойынша, репродуктология саласы бойынша Қазақстан мемлекетінен ғана емес, жалпы шетелдік мемлекеттерінен мамандарымызды біз оқытуға тырысамыз. Және 37-38 шетелдік мемлекеттен емделушілерді қабылдаймыз жылына. Жалпы әр ерлі зайыптыларға айтатынымыз, егер бір жылдың ішінде сәби сүйе алмай жүрсеңіздер, ешқашан үміттеріңізді үзбей, уайымдамай, дер кезінде біздің бедеулік бойынша, жүктілікті жоспарлау бойынша айналысатын репродуктолог маманға келіңіздер деп. Біз әрқашанда қол ұшымызды беріп, сіздерге түзу жолды көрсетіп, қалай емделу керек, қалай табиғи жолмен тез жүктілікке қол жеткізу керек. Яғни әр пациент армандарына қол жеткізеді бізбен бірге. Біз ат салысып, ұжым болып